Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Сәлем достар, менің есімім Айгерім. Мен Тараз қаласындағы ең мықты колледждардың бірі Қазақ-Түрік колледжінің түлегімін. Университет Астана қаласында Евразия ұлттық университетін тамамдадым. Қазақ-Түрік лицейлерінде жұмыс атқардым. Аудармашылық, түрік тілінен аудармашылық жұмыстар жасаудамын. Енді міне сіздерге де түрікше үйретейін деп арнайы парақшамды аштым. Енді қазіргі таңда білесіздер, біздің супер түрікшеде екі мұғалім, Мадина ханым және мен екеуміз бірге сіздерге сабақ жүргізетін боламыз. Бүгінгі дәрсіміздің конусу мутфакта. Бүгінгі деген бүгінгі, дәрс деген сабақ. Бүгінгі дәрсіміздің конусу, кону тақырып. Мутфакта. Мутфак деген білесіздер, асхана, ас бөлмесі. Ас бөлмесінде. Енді осы тақырыпқа байланысты мынандай сөздер, жаңа сөздер. Gelsin, келсін, япсын мы, жасасын ба, конушмасын мы, сөйлемесін ба, еклейін, қосың, илерлейін, алдыға қарай жүрін, тариф едін, тариф деген бағыт, бағдар көрсет деген сөз, içmeyin, ішпеңіз. 2 adet yumurtayı çırpın ve biraz tuz ekleyin. 2 adet деген штук деген сөз. 2 штук жұмыртқаны çırpmak деген жару. 2 штук жұмыртқаны жарып, және де біраз тұз қосыңыз. Орта кısımlara doğru ilerleyiniz. Орта кısым деген орта жаққа қарай. Орта жаққа қарай тура жүріңіз деген сөз. O da partiye gelsin mi? Ол да вечеринкаға келсін ба? Evet gelsin, ya келсін. Hayır gelmesin, жоқ келмесін. Sağa dönün, cadde boyunca ilerleyin. Sağ деген оң жақ. Оң жаққа бұрылыңыз, көше бойынша алдыға қарай жүріңіз. Cadde деген көше. Sağlıklı beslenin. Sağlıklı деген өте пайдалы деген сөз. Яғни sağlıklı beslenin. Денсаулыққа пайдалы тамақтар жеңіз. Geçmiş olsun, geçmiş olsun деп көбіне ауырып қалған жағдайда айтылады. Ертерек жазылып кетіңіз деген сөз. Geçmiş olsun. Енді сіздермен осы тақырып бойынша бір мәтінді оқып аударып көрейік. Шиш кебап yapalım. Кебап деген шашлык деген сөз. Шиш кебап деген түрік асханасының тағамы. Шала піскен шашлык. Осындай жасайық дейді. Kebap için malzemeler. Шашлык үшін керекті заттар, malzeme, заттар. 1 kilogram kuşbaşı et, 1 kilogram қақталған ет, 4 adet soğan, 4 dana piyaz, 2 adet domates, 2 dana domates деген помидор, 2 adet biber, 2 штук перец, 1 kaşık sıvı yağ, 1 қасық май, сұйық май, maydanoz, петрушка, karabiber, қара бұрыш, kekik, тимьян, tuz, тұз. Eti geniş bir kaba koyun, етті кең bir ыдысқа қою керек. Üstüne sıvı yağ, karabiber, kekik ve tuz ilave edin. Üstüne сұйық май, қара бұрыш, тимьян және де тұз қосу керек. Ilave et деген қосу. Karıştırın, араластырыңыз. Биберлері ve domatesleri küp-küp doğrayın. Перецтерді және де помидорларды төрт бұрышты қылып тураңыздар дейді. Sırayla eti, domatesi ve biberi şişe dizin. Қатарымен етті, помидорды және бұрышты шише дизин деген, шиш деген шашлык пісіретін палочка бар, соған тізіп қойыңыздар дейді. Табада yüksek ateşte pişirin. Табақта, яғни ненің печкалардың табалары бар ғой, сода жоғары дәрежеде пісіріңіз. Maydanoz ile süsleyin. Петрушкамен сәндеп қойыңыз. 20 dakika sonra yemeğiniz hazır. 20 минуттан кейін тамағыңыз дайын. Afiyet olsun. Ас дәмді болсын. Енді сіздерге мына жерде жаңағы біз айтқан шиш кебаптың суреті берілген, пісірілген кезде осылай болады. Бұл түрік асханасының әйгілі тағамдарының бірі. Енді сіздерге үй тапсырмасында, бірінші тапсырмада мынандай суреттер, оның астында етістіктер, оның астында зат есімдер берілген. Сіздерге осы етістіктерді зат есімдердің қасына қойып, көшіріп жазу керек. Мысалы, eklemek, қосу, haşlamak, қайнату, çırpmak, жару, kaynatmak, қайнату, doğramak, турау, kızartmak, қызарту, süzmek, süzу, rendelemek, майдалау. Ары қарай жалғастырамыз. Сіздерге екінші тапсырмада мына қарамен жазылған сөздерді бос жерлерге қойып шығу керек.
килограмм килограмм, литре литр, дәмет түйін, таны дана, дилим тілім, бардак стакан, финжан кружка, касе кесе, кашык қасық, авуч уыз. Енді сіздерге соңғы үшінші тапсырма yazma бөлімі, яғни жазу бөлігі. Сіздерге ана суретте анасы мен қызы бір рецепті айтып, диалог құрып жатыр. Сол секілді сізде кез келген бір диалог құрып, тамақтың рецептін бөлісіп, соның аудиосын бізге WhatsApp-қа жіберулеріңізді сұраймыз. Және де жазған тексттарыңызды да үй жұмысының артына қосып жазып жіберулеріңіз қажет.